Сарытөбе ауылдық кітапханасы назарларыңызға терроризммен күрес баршаның міндеті атты бейнероликті ұсынады. Терроризмнің анықтамасы әсіресе экстремизмге қарағанда анағұрлым кең ауқымды қамтиды. Дегенмен олардың арасында ортақ нәрселер де жоқ емес. Терроризм дегеніміз бүкіл адамзатқа қарсы қылмыс. Оның атауы латынның террор, үрей, қорқыныш деген сөзінен шыққан. Ол түрлі бейнеде көрініс табуы мүмкін. Терроризм күш көрсету идеологиясы және халықтың зәресін алу мен зорлық-зомбылық жасау, сондай-ақ іс-әрекеттердің басқа да пішіндері арқылы билік органдарының шешім қабылдауына ықпал ету. Бұл мыңдаған қарапайым азаматтардың өмірін жалмайтын, сөйтіп бүкіл елді үркітетін жарылыстар. Бұл ядролық, химиялық немесе биологиялық қару қолдану қатері. Оның діни түрткілері де болу ықтимал. Олар әртүрлі діни сенімдегі адамдардың арасында зорлық-зомбылықпен шектен тыс төзімсіздік уәждерін тартудан байқалады. Ал экстремизмнің анықтамасы біршама екішталау. Дегенмен экстремизмге жекелеген адамдардың, топтардың, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына қарсы бағытталған шетін көзқарастар мен іс-әрекетке бару деген анықтама беруге болады. Зорлық-зомбылыққа, бейбастық іс-әрекет пен тәртіпсіздіктерге және тағы басқа шақыру азаматтардың құқықтарына, олардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнердей, осының бәрі экстремизм қатарына жатқызылады.